С деңгейінің есептерін қарайық. Бірінші есепте логарифмге қатысты жалпы негізгі дәреже қоса көрсетілген. Так, 2 минус 1, мұнда плюс 1, мұнда минус қылып өткізейік. Так, мұнда жазайық. 2-нің 4х. Так, мына 4 дегенде былай 2-нің 2 дәрежесі деп алсақ, 2х плюс мұнда 2 болады. Көбейтіп кетеді. Сонда 2х 2-ні үстін жазамыз, және астында да 2 тұр. Енді барлығын былай түсінікті қылып жазып көрейікші. 2-нің 4х плюс 2 дәрежесі бөлінген. 4 дегенде 2-нің 2 дәрежесі деп аламыз. Мына жақшан 4 кетен қоя, және 4-нің х плюс 2 дәрежесі бас сыртында. 1 дәреже деген. Так, минус 1, мұнда плюс 1, мұнда минус 1 өтеді, минус 2 болады. Үлкен 0-ден. Енді не істейміз? Енді қарайық мұнда. 2 мынау 2 дәреже қоя, 2-ні мынаған көшіп шықсақ не болады? 2х плюс 2 болады. Мұнда 2х плюс 2 болады. Мұнда 2, мұнда 2 бөліліп тұр қоя. 2 дейміз, мынаның дәрежесін жазамыз. 4х плюс 2. Бөлшек болғаннан кейін минус қоямыз да, мынаны жазамыз. 2х минус 2. 2х минус 2 минус 2 үлкен 0-ден. Мынау шықты. Жазамыз, ары қарай не болады? 4х-дан 2х айтсақ 2х плюс 2 минус 2 0 болады. 2-нің 2х дәрежесі минус 2 үлкен 0-ден. Енді бұл дегеніміз, мысалы, а неге тең болады? Мұна минус 2-ні мұнда кері таңбамен өтсек, 2-нің 2х дәрежесі үлкен 2-ден. 2-ні қысқартып жібереміз. 2х үлкен 1-ден, х үлкен 1 бөлінген 2-ден. Так, үстінен осындай нәрсе шығады екен. Так, мынаны қысқартамыз. Так, мынау бізде үстіңгісінің жауабы. Астынан не шығады? 1 дегенді логарифмді қосу керек қоя. 1 дегенді бұлай аламыз. Логарифм 3 негізі 3 деп аламыз. Мына 1-дің орнын. Себебі неге? Өйткені мынаған қосу керек. Мынарда не тұр, соны жазамыз. Плюс логарифм 3 негізді х минус 4. Үлкен не тең? Логарифм 3 негізді х плюс 1, 21. Мынау тек 1-ге тең болады, ештеңе өзгерген жоқ басқа. Логарифм 3 негізді 3 қосылған кезде не істейміз? Логарифм 3 негізді деймізді, мына сандарын көбейтеміз. 3-ті мына жақшан ішіне көйтсек 3х минус 12 болады. Кішіне тең логарифм 3 негізді х плюс 21. Ештеңе өзгертпей қайтып солға көшіп жазамыз. Мына екеуі қысқарады. Сонда бізде қалады 3х минус 12 үлкен не тең х плюс 21. Х кері таңбамен өтеді. 3х-дан азайтамыз 2х. Үлкен не тең минус 12, мұнда плюс 12 өтсе 21-ге қосылса 33х кішіне тең 33 2-ге бөлсек 16,5. Бізде мынау және мынау шықты. Енді осы екеуін сан өсінде саламыз. Так, біріншісі 0,5, мұнда 16,5. 16,5-тен х-іміз кішкентай екен, 2-ден 1-ден үлкен екен. 16,5-тің астында теңі бар тік жақша, 0,5-ке жай жақша. Енді, так, бізде тағы нәрсе бар. Ол теңсіздіктер жүрген жерде не болады? Логарифмнің анықталуы болса бар. Бізде 2 логарифмдер ғой, екеуінің де анықталуы болса бар. Екеуін де жазамыз. Так, бізде пока жауапты әзір белгілемей қоя тұрамыз. Мынаның анықталуы бойынша х минус 4 үлкен 0-ден сек, х үлкен 0-ден болады. Мына жерде х үлкен минус 21-ден болады. Енді, так, 4-ден деген мұнда минус 4, мұнда плюс 4 болып етеді. Так, енді барлығын қосып бір сан өсіне салсақ. Мұнда сан өсіне саламыз. Ең кішкентай минус 21, одан үлкені 0,5, одан үлкен 4, одан үлкені 16,5. Жаңа 0,5-тен үлкен, 16,5-тен кіші деп қоямыз. Қарайық, 4-тен үлкен, енді минус 21, одан да үлкен. Сонда жауап уже 0,5 болмай қалды, бізде керінше 4 пен 16,5 болды. 4-ке жай жақша, 16,5-ке тік жақша қоямыз. 4-ке жай жақша, 16,5-ке тік жақша сын нұсқасында тұр. Келесі бізде бірінші есеп кетті, енді екінші есеп. Уже содан кейін есептер күрделенеді. Мынау үстіне қараймыз. 3х минус 2 тең болады 0-ге, логарифм 0,5, х тең болады 0-ге. Не болады? Үстінен х тең болады 2 бөлінген 3, астынан х тең болады 0,5 0 дәресі ол 1-ге тең. Осы нәрсеге тең болады екен. Сан өсін саламыз. 2 бөлінген 3-тен 1-ге дейін дейміз. Плюс, минус, плюс. Не болады? 0-ден кіші аралық, минус аралық ойымыз. Пока осылай тұра тұрсын. Енді астын қараймыз. Астын қарасақ не тұр?
үстін нөлге теңестіреміз, астын нөлге теңестіреміз. X тең болады 5-ке, астынан дискриминант 5-тің квадраты 25, 7-ге 4-ті бөлсек, минус 4-ті бөлсек 28. Уже дискриминант терістен шықты ма, астын керек жоқ. Бізде 5. Енді қарайық. 3 бөлінген 2, мұнда 1, мұнда 5. Енді просто X-ны былай теңестіре салсақ болмайды. Себебі бізде неге? Өйткені 5-ті қалай боятынымызды білмей қаламыз. Енді не істейміз? Бөлшектің алымын сақтаймыз да бөлімін есейміз, теңсіздіктің келесі бетіне көйтеміз. Мына теңсіздік 0-ге көйтсек, бәрі не болып кетеді? 0 болады. Кішіне тең 0. Ештеңе өзгермейді. Бұл жерден x үлкен не тең 5, 5 тең кіші. Мұнда 5 тең кіші болады. 1 мен 3 бөлінген 2-ның арасын боямыз. Енді қарайтын болсақ, бізде сонда жауап қанша болады? Бізде мына жерде мән беру керек нәрсе, мына 0,5 болған кезде біз теріс таңбаны алады екенбіз ғой, мына таңба кері ауысып, ол кезде плюс аралық. Себебі бізде қазір жауап 3 бөлінген 2-ден 1-ге дейін болады, дәл ондай жауап жоқ болады. Сол себеп біз мына теңсіздік ауысқан кезде плюс аралықты боямыз. Минус x-тен минус 3 бөлінген 2 бөлінген 3-ге дейін, және 1-ден плюс x-ге дейін. Сонда біз қай аралықтарды боямыз? Мына аралықтарды боямыз. Және мына аралық. Бізде енді мынау есептелмейді ғой. Мына аралық есептемесе 5-тен және плюс x-ге дейін. Сонда жауап бізде болатыны 1-ден 5-ке дейін деген жауап тұр. Енді 1-ден 5-ке дейін деген жауап қайсында тұр? Соған қарайық. Так, 1-ден 5-ке дейін бізде H нұсқасында тұр екен. Енді келесі бізде үшінші есеп. Бұл логарифмден күрделі тақырыптар болғаннан кейін бұған 3 есептен алдық. 2 көйті 9-дың логарифмі 3 негізді x дәрежесі тең болады 7x плюс 4. Түсінікті есеп уже түсінікті. 9 деген ол 3-тің квадраты. Мынау 9-ға тең шақшаныш. Және 9-дың дәрежесі бар. 3x дәрежесі тең болады 7x плюс 4. Енді не істейміз? 2 көйті логарифм 3 негізді x. Жоқ, былай жасаймыз. Так. Мына квадрат 2-ні мынағын көйтеміз. 2 болады. 2 логарифм 3 негізді x болады. Мұнда тұрады. Мынау ештеңе болмайды. Енді осыны мынаның дәрежесі қойып жібереміз. X квадрат болады. Так, 2 көйті 3-тің логарифм 3 негізді x квадрат дәрежесі тең болады 7x плюс 4-ке. Қарайық. Енді не болады? Енді мұнан алып тастайтындығымыз. Бұл формула. 2 көйті мынау қалады сонда. X квадрат. Так, 7x плюс 4-тің теріс таңбамен өтсеміз 7x минус 4 тең болады 0. Мынадан дискриминант шығарамыз. 7-нің квадраты 49, минус 4 көйті минус 4, 16 плюс 16 болады. 2 көйті 32 болады. Бұл 9-дың квадраты 81 болады ғой. Енді x-тің бірінші және екінші мәнін табамыз. Минус 7 мұнда плюс 7 жазамыз. Плюс минус 9 бөлінген 2 көйті 2, мұнда 4 болады. 7-ге 9 қоссақ 14, 16, 4-ке бөлсек 4 шығады. Азайтсақ 7 минус 9 минус 2, минус 2-ні 4-ке бөлсек минус 2-ден 1. 4 және 0,5, минус 0,5 және 4. Бізде нұсқа дұрыс жауаптар, Келесі бізде есептерді талдап біттік. Енді бізде бастапқы жағына оралайық. Логарифм мынау айтқан, мына жерде 9 формула көрсеткен, біз 5 болдық. Жалпы осы айтқан осы формулаларды білу керексіз. Сосын кейін теңсіздіктерді, теңдеулерді шығаруды осы жаңа көрсеттік неше қайталап. Сіздер яғни логарифм тақырыбын меңгердіңіздер уже. Тағы да тест кітапшаларын көптеп ішінен теріп отырып, логарифмге қатысты есептерді шығарасыз. Сонымен сіздің неңізде математикаңызда логарифм деген проблема бір жолата шешіледі. Сіздермен бірге болған iStudy оқыту орталығы.